25-ші параграф практикум күрделі шарттарды программалау. Жұмыстың мақсаты Python программалау тіліндегі күрделі шарттарды қолдануға арналған есептер шығару. Тапсырма берілген, тапсырмалардың барлығын кодын жазып шығарайық. А деңгейі тапсырма. Төменде берілген блок сызбалар бойынша Python программалау тілінде программа жазыңдар. Кез келген программаны жазыңдар дейді. X және Y true болған кезде қайттан шартқа кіреді. Ол true болған кезде экранға нәтиже шығады. Немесе ол жалған болғанда басқа бір нәтиже шығады экранға. Егер бұлардың барлығы орындалмағанда бір басқа нәтиже шығады. Осыны сіздерге шығарайық. Мен сіздер үшін шығарып қойдым. Сразу соны ашайын. Бірінші тапсырма. Мына жерде көрсетілген X пен Y-ті қабылдайды. Егер X үлкен нөлден болғанда және Y-ті нөлден үлкен болған жағдайда қайттан шартқа кіреді. Егер Y-ті 2-ге бөлгенде қалдық 0 болатын болса, Y жұп сан деп шығарады, немесе Y тақ сан деп шығарады. Егер бұлардың барлығы орындалмайтын болса, 0-ден үлкен санды ендір деген экранға нәтижені шығарады екен. Шығарып көрейік. Есепті F5-ті бастым. Мысалға, -5 дейік. Шарт орындалған жоқ. Неліктен бұл тапсырмады? 1 минут. Else X үлкен және Y. 2 сан енгізу керек екенбіз ғой. Екі сан енгізуіміз керек. Жерде -5, -4, Enter. Үлкен үлкен сан ендір деп шығарып берді. Екеумізде теріс сан енгіздік. Енді екіншісін тағы да орындатқызып көрейік. Мысалға 5, ананы 8 дейік. Y жұп сан деген санды экранға шығарып берді бізге. Программамыз орындалып тұр. Енді екінші тапсырмаға өтейік. X немесе Y-тің біреуі дұрыс, X дұрыс болған кезде екінші шартқа өтеді, Y дұрыс болған кезде нәтиже шығарады. Ал Y дұрыс емес болған жағдайда нәтиже теріс нәтиже шығады. Егер бұлардың екеуі де дұрыс емес болған жағдайда үшінші нәтиже шығады. Ол үшін open екінші тапсырма. Екінші тапсырманы да дәл солай алдындағы ұқсас етіп жаздым. Мына жерде X пен Y енгіземіз. Екеуі де 0-ден үлкен болған жағдайда және Y 2-ні 2-ге бөлген жағдайда тақ сан болса, ол кезде экранға тақ сан деп шығарады. Ал else жұп сан деп экранға шығарады. Болмаса үлкен сан ендір деп шығарып береді. Екеуінің біреуі үлкен сан болса болды, мына жерде шарт орындалады және Y-тің тақ сан екенін анықтап береді. Run дейміз. Мына жерде қате жазып қойыппын. Input-тың жақшыларын ұмытып кетіппін. Қайттан F5. Мына жерде екеуінің біреуі 0-ден үлкен болса жеткілікті. -5 пен 5-те берейін. Y тақ сан деп шығарып берді. Өйткені -5 болғаннан кейін орындалды. Ал мына жерде орындалмайтын еді. Алдыңғы бірінші тапсырмада, екінші тапсырмада орындалды. Y-тің тақ сан екенін шығарып берді экранға. Дәл осылай үшінші тапсырмаға өтейік. Not X-ті қолдану керек екенбіз. Үшінші тапсырманы ашайын. Үшінші тапсырмада оңай. X-ті false несіне бердім. Логикалық жалған деген мәліметпен толтырдым X-ті. Және if not X. Егер X false болған жағдайда true экранын нәтижеге шығарады. Ал бұны өзгертіп true десем, бұл false деген нәтижені экранға шығарады. Алдыңғы сабақтарда көргендеріміздей, X-ті мен false берсем де, экранға бірақ true-ді шығарып беріп тұр. Дәл солай, осы тапсырманы да орындадық. Келесі төртінші тапсырмаға B деңгейінің бірінші тапсырмасына өтейік. X айнымалысының 1 мен 100 аралығында жататынын тексеру керек екенбіз. Мына кодты толықтыруымыз керек. X үлкен немесе тең 1-ден және and X кіші немесе тең 100-ден. Соны орындатқызуымыз керек. Сол кезде 1-дің ішінде жатады, 1 мен 100-дің ішінде жатады, болмаса жатпайды деген экранға шығарып береді.
Төртінші тапсырманы ашайық. Программаның коды мынандай. Егер x үлкен бірден немесе тең болса, және x кіші немесе тең болса 100-ге, x-тің мәні 100 аралығында жатады. Экранға нәтижесін көрейік. X мәні 1 мен 100 аралығында жатады. Енді 5-ші тапсырмаға өтейік. 5-ші тапсырма B деңгейінің 2-ші тапсырмасы. Бірінші тапсырмада берілген шарттардың кері жағдайын тексеріп жүзеге асырайық. Енді терісінен жаңағы үлкен кіші немесе үлкен немесе тең болды ғой мына жерде. Енді кіші немесе тең болса дегенді көрейік. Open 5-ші тапсырма. Міне 5-ші тапсырмада дәл осының керісінше жағдайы. Бірақ мына жердегі жазу өзгереді. 5-ші тапсырмада үлкеніне біріншісіне жатпайды келеді, екіншісіне жатады келеді. Неге? Шарт бөлек өйткені. X бірден кіші болғанда немесе тең болғанда, жоқ, мына жерде бірден кіші болғанда деп жазайық, үлкен 1-ді алып кетеді, мына жерде 100-ді алып кетеді. 100-ден үлкен болған жағдайда және бірден кіші болған жағдайда орындалады. X-тің мәні 100 аралығына жатпайды деп, ал қалған жағдайда жатады деп экранға шығарады. Run экранға X-тің мәні 100-дің ішінде жатады деген экранға шығарып береді. Өйткені біздің X-іміз 50. Шартымыз орындалған жоқ, else-ге кіріп орындатылды. 5 пен 4-ті жабайын. Енді S деңгейі берілген жағдайлар орындалғанда ақиқат болатын шарттарды жазу керекпіз. File, open, 6-шы тапсырма. Мына жерде шарттарын оқиық. Бірінші. X пен Y сандарының екеуі де тақ болған жағдайда, X-ті 2-ге бөлгенде қалдық 1 болса, және Y 2-ге бөлгенде қалдық 1 болса, орындалады деген жағдай. Ақиқат орындалады деп шықты. Екеуінің де мәні тақ болған жағдайда. Екінші тапсырмада X және Y сандарының бірі 10-нан кіші болғанда, екеуінің біреуі 10-нан кіші болса орындалады. X 10-нан кіші немесе Y 10-нан кіші болған жағдайда орындалады деп экранға шығарады. X пен Y сандарының бірі 0-ге тең болғанда орындалатын нәрсе. X 0-ге тең болғанда немесе Y 0-ге тең болғанда орындалады. Run 2 сан енгізіп тексеріп көрейік. Мысалыға, екеуі де тақ болған жағдайда 5 те 9. Екеуі орындалады, біреуі орындалмайды. Неге? Өйткені біреуі 0 болу керек еді, ең соңғысы орындалу үшін. Екіншісі, екеуінің біреуі 10-нан кіші, яғни екеуі де кіші, разница жоқ, екеуі де орындалады деп шығарып береді. Мына жерде тақ сандар екенін шығарып береді біріншісінің. Енді қайттан тексеріп, біреуіне 0 беретін болсақ, бұл кезде үшінші қатарымыз орындалады біздің. Мысалға 6, 0. Міне орындалмайды. Біріншісі неге? Өйткені тақ емес. Екіншісі орындалады, өйткені екеуі де 10-нан кіші, және үшіншісі орындалады. Неге? Өйткені екі санның біреуі 0-ге тең. Енді келесі тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырмада берілген жағдайлар орындалғанда ақиқат болатын шарттарды жазу керек. A бүтін саны 2-ге немесе 3-ге қалдықсыз бөлінгенде экранға шығару керек, орындалады. A бүтін саны 3-тің еселігі болмағанда экранға шығару керек екен. 7-ші тапсырманы ашайық. 7-ші тапсырма не дейді? Біріншісі, A 2-ге қалдықсыз бөлінгенде және 3-ге, және емес, бұл же немесе, or, немесе 3-ге қалдықсыз бөлінген жағдайда орындалады. Екіншісі, A бүтін саны 3-тің еселігі болмағанда, егер 3-ге бөлгенде қалдық 0 болмау керек. A-ны 3-ге бөлдік, қалдық 0-ге тең емес болғанда орындалады экранға нәтиже. Run деп нәтижесін көрейік. Мысалыға, 2-ге немесе 3-ге қалдықсыз бөлінгенде 9. 9 3-ге бөлінеді, 2-ге бөлінбейді енді. Бірақ біреуі орындалғандықтан орындалады деген экранға шығарып береді. Неге? Өйткені 3-ге қалдықсыз бөлініп тұр, сол үшін. Екіншісі орындалмайды. Неге? 3-тің еселігі, өйткені 9.
Қазір 10 деген санды бөлейік мына жерге. Қайтадан бұл кезде біріншісі біріншісі екеуі де орындалады, 10-ды беретін болсақ. 10 деген берейік, екеуі де орындалады. Екіге қалдықсыз бөлінеді және 3-тің еселігі емес. Сондықтан екеуі де орындалды. Енді үшінші тапсырмаға өтейік. Ең соңғы тапсырмамыз n бүтін саны 5-тің немесе 7-нің еселігі болғанда, n бүтін саны 4-тің еселігі болмағанда және 0-ге аяқталмағанда. 8-ші тапсырмамызды ашайық. 8-ші тапсырмада мынандай дейді. n бүтін саны 5-тің немесе 7-нің еселігі болғанда, егер n 5-ге және 7-ге қалдықсыз бөлінгенде орындалады, ал екіншісі 4-тің еселігі болмағанда, 4-ке бөлгенде қалдық 0 болмау керек. Және 10-ға бөлінген кезде қалдық 0 болмау керек. Өйткені 0-мен аяқталғанын қалай білеміз? Санды 10-ға бөлгенде қалдық 0 болу керек. Сол кезде 0-ге аяқталмаған екенін білуге болады. Мысалға, ран. Мына жерде мысалға 70 дегенді беріп көрейік. 70-ті бергенде біріншісі орындалады, өйткені 7-ге қалдықсыз бөлінеді, және екіншісінде орындалмайды. Өйткені 4-ке бөлгенде қалдық 0 болмау керек, және n 10-ға бөлгенде, яғни сан аяғын 0-ге аяқталмау керек. Сол кезде орындалмайды. Мына жерде өйткені 0-ге аяқталып тұр, мына жерде программа 0-ге аяқталып тұрғаны үшін орындалмайды мына жерде. Түсінікті ғой сіздерге. Түсінбесеңіздер мына есептерді жазып өздеріңіз шығарып, әр қадам бойынша не істеп жатқанын түсініңіздер. Келесі сабақта кездескенше.